Мына желетке лично өзіміздің отбасымызда болған жағдай, қызым студент болды да, сонымен фиброкистозная мастопатия, ол жаңағы қыз баланың кеудесінде болатын. Оны маған айтпай, студент болғаннан кейін Астанада оқыды. Жаңағы 3 жыл бойы врачтарға қаралып, неше түрлі дәрілерді ала берген ғой. Жазып берген дәрілер, например, 22 мыңға алса, анау где-то бір 2 аптаға жетеді. Соны 3 ай бойы сөйтіп алып жүрген. Оны мен білмеймін, кейін уже өзі айтқаннан кейін барып ойпырмай деп осы жилеткені алып бердім. Күні-түні кие бер дедім де, енді Астана салқын ғой. Сенсеңіздер де, сенбесеңіздер де 3 айдан кейін өзіге барса түк жоқ. Дым жоқ абсолютно. Мынаны киген кезде, мына жақтағы бүткіл опоясывающий органдар бар ғой, ең главный желудочно-кишечный тракт, соның бәрін емдейді. И одан кейін жүрек тамырларын емдейді. Енді пандемия кезінде миллиондаған адам батасын берген шығар осы жилеткаға, Хошин компаниясына. Өзімнің партнерымның келіні бірінші баласында емшегіне салық тигізіп алған екен. Сөйтсе ол операцияға түскен ғой. Екінші бекесін тұрғанда мына бір емшегі семіп қалған, дым сүт жиналмапты. Екіншісінде. Үшіншісінде қабатты кезде осында мынаны алып берді. Емшегіне мынаның бәрін тиген кезде диапатрондар жансыз емшегін дыз деп бірдеңе болып жатқан сияқты дейді. Сол 8,5 айда звондады. Екі емшегі бірдей ма дедім, бірдей деді. Отлично дедім. Туды. Келіншектің емшегінен күшті сүт шығып жатыр деді. Өте ерекше өнім.